Жыныстық құмарлық. Құмарлықты психологияда либидо деп атайды. Адамның тәнінен шығатын рахат сезімі немесе инстинкт қалауы. Бұл жануарда да бар сезім. Діни танымда нәпсі қалауы деп аталады. Бірақ адам мен айуандағы құмарлықтың айырмашылығы бар. Эволюциясын былай тарқатады. Организм күрделенген сайын құмарлық күшейе түседі. Мысалы, ең қарапайым организм балықтар мен бақаларды алайық. Бұларда жыныстық қатынас бар, бірақ құмарлық шкаласы өте төмен. Ғалымдар тіпті олардың жыныстық қатынастан ләззат алатынына күмәнмен қарайды. Себебі мезгілі жеткенде балықтың аталығы ұрығын суға миллиондап шашады. Артынша сол жерге балықтың аналығы жетеді. Ол ұрықты қабылдап алады да аналық ұрықпен араластырып қайта шашады. Балықтың жұбы физикалық жанасуға мұқтаж емес, яғни секстен ләззат алмайды. Биологиялық құрылымы жағынан балықтан бір саты жоғары тұрған организм құстарды алайық. Балықпен салыстырғанда құстағы жыныстық құмарлық сәл жоғары. Жыныстық акті бірнеше секундқа созылады. Тіпті тауықтар жыныстық қатынас болмаса да күлге аунап жұмыртқа туа береді. Себебі құстардың 97% жыныс мүшесі болмайды. Баланы күлге аунап тапқан жоқ деген әзіл осыдан шыққан. Ал денелі жануарларда жыныстық акті құстармен салыстырғанда ұзағырақ һәм күрделі. Бірақ бұлардың қай-қайсысын алсан да құмарлығы күйлеу кезеңіне тәуелді. Сол кезде ғана шағылыса алады. Шағылысудың астарында ұрпақ қалдыру деген жасырын инстинкт жатады. Ұрпақ көбейтейін деп саналы түрде ойланбайды. Ал біздегі құмарлық мезгілге тәуелді емес. Адамның құмарлығы ерік жігермен қатар жүреді. Кез келген сәтте еріксіз қозады, кез келген сәтте онымен күресе алады. Ұрпақ қалдыру функциясы басты мақсатқа алынбайды, бірақ қалаған жағдайда ұрпағын жоспарлап туғыза алады. Құмарлығын да еркіне сай қандырады. Тіпті жыныстық партнері болмаса да айызын қандыруға қабілетті. Енді сұрақ, жануар мен адамға құмарлық не үшін берілді? Екеуінің айырмашылығы бар ма? Бар. Жануарға ұрпақ жалғастыру үшін берілген деп кесіп айттық. Ал адамдағы құмарлықтың функциясы бөлек. Адам құмарлыққа салынған сайын рухани шөге береді. Сәйкесінше құмарлыққа қарсы тұрған сайын рухани қайрала түседі. Оның мәні осында. Жануардың құмарлығын тыйғанымен ешқандай өзгеріс болмайды. Себебі оның мәні ұрпақ. Ұрғашы малда бедеулік болмайды. Кәрі мал ғана төлдеу функциясын тоқтатады. Адамда бәрі мүмкін. Жайнап тұрған келіншек бедеу боп шығуы мүмкін. Бірақ одан өмірінің мәні жойылмайды. Бала таппаған әйел мәдени рухани жолдармен артынан ғибратты із қалдыра алады. Мысалы, Мәншүк пен Әлиядан ұрпақ қалмаған. Екінші дүниежүзілік соғыста қыршын кетті. Бірақ ерлігі ел есінде мәңгі сақталды. Жалпы адами құмарлық пен мұқтаждықтың мәнін мынадай классикалық қиссамен ашықтауға болады. Бірде Жебірейіл періште маңдайын сәждеге тигізіп, 1000 жыл құлшылықта жатыпты. Тәңірісіне мінәжат етіп, көз жасын көл қылыпты. 1000 жылдан соң басын көтеріп, «Ия, жаратушы ием, маған ризасың ба?» дейді. «Ия, Жебірейіл, ризамын, ықыласына хошпын. Бірақ осы ғибадатын жердегі адамның асығыс-үсігіс жасаған құлшылығына жетпейді. Мен адамға көбірек хошпын» дейді. Періште: «Ия, Тәңірім, сен әділ Құдай едің ғой. Қалайша менің 1000 жылым адамның бір сәтті құлшылығы тең. Менің шынайы ықыласымның өзі неге тұрады?» деді. Тәңірі: «Жебірейіл, сен жаратылысына қара. Сенде мұқтаждық пен құмарлық жоқ. Нәпсіден адасын. Тағы 10 000 жыл жатсанда мазанды алатын дүние ісі жоқ. Сен менің
пендеме терең назар сал. Олар кірпіш тәнде тіршілік кешеді. Тұла бойы тұнып тұрған құмарлық пен құштарлық. Ол қыста суықтан, жазда ыстықтан сақтанады. Жұмыс істеп бала шағасын бағады. Мың сан шаруасы миына шаншудай қадалып, тәулік бойы мазасын алады. Түнде қорасын күзетіп, күндіз малын уайымдап, күні бойы күресте жүреді. Бірақ сан мың ісі миын шырмап тұрса да, мені есінен шығармауға тырысады. Тәтті тамақ пен жылы төсек тартып тұрса да, бой бермей менімен де тілдескісі келеді. Маған оның жанталасқан күресі ұнайды. Адам құмарлықпен күрескен сайын маған жақындай түседі, дейді. Құмарлық деген қарапайым тілде кайф, ләззат, рахат сезімі. Яғни адам миында дофаминдер бөлініп, ағзаны бір сәт эйфорияға бөлейді. Адам құмарлыққа шектен тыс құмартқан сайын жыныстық қатынастың түр-түрін ойлап тауып, азғындай бастайды. Тіпті өзінің сүйіп қосылған жан жарын да қанағат тұтпай, бөтен біреумен ойнасқа баруды қалап тұрады. Бұрынғыдан да артық рахатқа бөленемін деген есек дәме көңілді желпінтеді. Бұл хәлдің академиялық атауы гиперинтенция. Бірақ айналып келгенде бойды балқытатын эйфория ми ішіндегі кішкене құбылыс. Қай әйелмен ойнап күлсе де, ағзада жүріп жатқан биохимиялық процесс бірдей. Бұл ойды мынадай хикаямен анық жеткізуге болады. Бірде жиренше шешеннің әйеліне ханның көзі түсті. Уәзірлері де ханға жиреншенің әйелі сұлу, сізге ғана лайық деп азғырды. Бір күні хан жиреншені алыс сапарға жіберіп, әйеліне жасырын бармақ болады. Қарашаш ханның ниетін бірден сезді. Хан әр нәрсені сылтау қылып, жиреншенің үйіне қонақ болғансыды. Қарашаш ханға арнап палау әзірледі. Хан бұрын соңды мұндай тамақ жеп көрмеген екен. Қарашаш палауды әртүрлі ыдысқа салып әкелді. Хан біреуінің дәмін татып, екінші ыдысқа қол созды. Оның да дәмін татқан соң, үшінші ыдысты алдына келді. Қай ыдыстан дәм татса да, палаудың дәмі бірдей көрінді. Таңданған хан мұның мәнісін сұрады. Қарашаш оған: хан ием, ыдысы бөлек демесеңіз, бәрі бір палау ғой, асықпай бір ыдыстан алып жей беріңіз, деді. Хан сөз төркінін түсіне қойды. Басын төмен салып, есіктен шығып жүре беріпті. Ал махаббатта ми қатыспайды. Ғашықтық рухани болмыстан шығады. Ол кезде нағыз ғашық маған сенен артық жар табылмайды деп зарлайды. Бұны Абай былай өрнектеген: жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Ләззат алуға шектен тыс құмартқандар оны жасанды жолмен жүзеге асырудың сан түрлі айласын ойлап табады. Тіпті қазір бұл мәселеде химиялық препараттар да жиі қолданылады. Мәселен, 1954 жылы Джеймс Олдс пен Питер Милнер есімді ғалымдар мынадай зерттеу жасады. Олар тышқан миының гипоталамус бөлігіне электродты қондырды. Электр сымдары бір-біріне тигенде тышқандар жыныстық қатынасқа түскенде немесе тойып тамақ ішкендей рахатқа бөленді. Дәндеген тышқандар келе-келе сымдарды өздері қосуды үйреніп алды. Сөйтіп, ұрғашысына деген құмарлығы мүлде жойылып кетті. Тамақты да жемей жата берген. Ғалымдар оған құмарлық тамыры деген тың атау берді. Шынайы махаббаттың өзегіне түсе алмаған бейбақтар тышқандар сияқты қолдан рақат жасап жата береді.